Ассаламағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Кеше Месси бүкіл әлемді тағы да бір рет шоқ қылып тастады. Аргентина азулы Австрия құрамасын қинамай-ақ 2-0 есебімен жеңді. Кездесудің басты қаһарманы сол баяғы әйгілі Лионель Месси атанды. Мессидің таңғаларлы ойыны жайында футбол аңыздары не айтты? Және кешегі ойын қалай болды? Месси қандай теңдессіз рекорд орнатты? Осының барлығын біз бүгінгі видеода баяндайтын боламыз. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Алдымен ойынды кішігірім талқылаудан бастайық. Аргентина құрамасы Еуропаның мықты құрамаларының бірі Аустрия құрамасын қабылдады. Прессингке бейім құрамаға қарсы матч Месси бастаған жігіттер үшін жеңіл болған жоқ. Дегенмен Мессидің аты Месси ғой. Ол бұл матчта да өзінің данышпандығын жасады. Матчтың басында аргентиналық жұлдыз пенальтиден мүлт кеткен болатын, кейін қателігін толық түзетті. Алдымен ол 38-ші минутта есеп ашса, соңғы 94-ші минутта дубль автор атанып, кездесудің нүктесін қойды. 38 жастағы Месси осы мундиалдағы өзінің 5-ші голын соқты. Бұл ештеңе емес. Месси әлем чемпионаттарындағы голдарының санын 18-ге жеткізді. Бұл көрсеткіш бойынша ол Мирослав Клозені басып озып, мундиаль тарихындағы ең үздік бомбардир атанды. Ойыннан кейін футболшылар мен аңыздар не айтты? Қай аңыз Мессиді бір ауыздан тарихтағы ең үздік ретінде мойындады? Әрі қарай осылар жайында баяндайтын боламыз. Одан бұрын бір ғана өтініш: видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойсаңыздар. Өкініштісі 95% көрермендеріміз біздің видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сондықтан бұны түзетіп жіберуге көмектессеңіздер. Айтпақшыдай, бүгін Роналду бастаған Португалия құрамасы Өзбекстанмен жолығады. Сол ойында кім жеңіске жетеді деп ойлайсыздар? Есепті дәл тапқандарды келесі видеода көрсетіп жариялайтын боламыз. Ол ойын жайында да дәл осы секілді талдау видео жасап шығарғанымызды қалайсыздар ма? Егер қаласаңыздар, комментке күтеміз деп жазып қалдырыңыздар. Ендеше жалғастырайық. Ол қалғандардың барлығынан бір деңгей жоғары тұр. Менің айтарға сөзім жоқ. Онымен бір құрамада өнер көрсету ғажайып сезім. Біз оның барын бағалай білуіміз керек. Бүгін біз жеңіске әбден лайықты болдық. Ол бізді әрбір жаттығуда, әрбір матчта таңғалдыруын тоқтататын емес. Бұл біз үшін үлкен бақыт. Біз тек алаңдағаны емес, оның сыртында да осы сәттердің әр күнінен ләззат алуға тырысамыз. Ал адам ретінде Месси жай ғана керемет жан. Біз тек жеңіске жетуді ғана ойладық. Әрбір ойынның ауыр болатынын және ешбір қарсыластың жеңісті бізге жайдан жай бере салмайтынын жақсы түсіндік. Шыны керек, мен бұл жеңіске өте қуаныштымын. Әсіресе бұл үлкен еңбекпен келген, маңызды әрі әбден лайықты жеңіс болғандықтан маңызы өте зор. Бұл бізге алда күтіп тұрған бәсекелердің алдында үлкен сенімділік береді. Бұл өте қиын, шиеленіске толы матч болды. 6 ұпай жинап, келесі кезеңге шығу мәселесін шешіп қойғанымызға қуаныштымыз. Біз жанкүйерлеріміздің қуануына көптеген себептерді сыйладық, бірақ бұнымен тоқтап қалмай, оларды бұдан да қатты қуантуға тырысамыз. Пенальтиді сала алмай қалған сәтте қапаланып едім, бірақ кейіннен бұл қателіктің орнын толтыра алдым. Мен үшін Лионель Месси барлық уақыттардағы футбол тарихындағы ең үздік футболшы. Оны осы жетістігімен құттықтаймын. Менің рекордымның бәрі-бірде бір күні бұзылатынын білдім. Оның дәл Мессиге бұйырғанына қуаныштымын. Мен әрдайым оның ойынына тәнті болып келдім, және оны нағыз футбол данышпаны деп есептеймін. Біз бұдан бұлай Месси сияқты ойыншыны ешқашан көре алмаймыз. Оның футболды осыншалықты жеңіл ойнайтыны таңғалдырады. Уақыт өте келе футбол тек қиындай түседі, сондықтан біз Лионель Месси сияқты екінші бір ойыншыны ешқашан көрмейтін шығармыз. Бұны бақылау және осы тарихи сәттің куәсі болу ғажайып сезім. Бүкіл команда Месси үшін аянып жатқан жоқ. Олар Мессиді мансабының соңында осы биікті тағы да бір бағындыруы үшін барын салуда. Ол үшін мүмкін емес нәрсе жоқ деуге болады. Тіпті оның аяғында доп болмағанның өзінде ол алаңда болып жатқанның барлығын үнемі қалт жібермей бақылап отырады. Мен оған ешқашан күмәнданған емеспін. Әрине оның қарапайым адам болып көрінетін сәттері болады. Мысалы, пенальти саламаған кезде. Ал кейін оның адам баласына ұқсамай кететін сәттері болады. Бұл Месси. Әзірге бұл әлем чемпионаты 12. Оның үстіне ол әлі Иорданияға қарсы ойнаған да жоқ. Сондықтан мұның немен аяқталатынын да білмейміз. 2 матчта 5 гол, ал менде 2 әлем чемпионатында 0 гол болған. Мен ол үшін өте қуаныштымын және дәл осы қарқынымен жалғастыра береді деген үміттемін. Бірнеше күннен кейін оның туған күні, сондықтан осы сәттерден ләззат алсын. Өйткені бәріміз де оның ойынынан ләззат алып жатырмыз.
Жай ғана ақылға сыйымсыз, айтарға сөзім жоқ. Футболдың нағыз алыптары үшін бұл жетістік бәрін өзі айтып тұр. Месси барлығынан да асып түсті. Егер әлем чемпионаттары тарихындағы ең үздік бомбардир атануға біреу лайықты болса, ол тек қана Месси. Оның жасы 38-де. Құдай-ау, мен 38 жасқа келгенде карьерамды аяқтағаныма 4 жыл болған еді. Сол кездегі салмағым 120 килограмм болатын. Әлемге шындықты мойындаудан қашуды доғарап, оның барлық уақыттардағы әлемдегі ең үздік ойыншы екендігі мойындайтын уақыт жетті. Ол әр маусым сайын және әлем чемпионаттарында да нәтиже көрсетуін тоқтататын емес. Бірақ адамдар әлі күнге дейін сонда да оған күмәнмен қарайды. Бұл тарихта мәңгі қалатын, ұмытылмас әрі тарихи ойыншы. Біз 39 жастағы ойыншының бір матчта 2 рет мергендік танытып, ал осының алдындағы ойында хет-трик авторы атанғанын көрдік. Ол басқаларға қарағанда сапа жағынан мүлдем басқа деңгейде өнер көрсетіп, жалғыз өзі шоу жасайды. Бұл Лео Месси ғой. 2 гол соғып кездесу тағдырын шешу үшін оған аса көп мүмкіндіктің қажеті де жоқ. Біз бұдан да үлкен нәтижеге қол жеткізе алар едік. Бірақ дегенмен жалпы алғанда біздің өнер көрсетуіміз дәл біз жоспарлағандай болды. Батыл әрі қайсар ойнадық. Кейбір сәттерде ойлағандарымыз жүзеге аспай жатты, бірақ жалпы алғанда біз жақсы ойын көрсеттік. Бұл матчта Алжирмен болған ойынға ұқсас болды. Қарсылас өте мықты, құрамында қиындық тудыра алатын және физикалық тұрғыдан жақсы дайындалған ойыншылары бар екен. Түзететін тұстарымыз бар, бірақ жеңіске жеткенде бәрі жеңіл қабылданады. Біз плей-оффқа шыққанымызға ризамыз. Оңай болатын сияқты көрінген, бірақ олай болмады. 2 матчта да өздеріңіз көрдіңіздер. Әлем чемпионы атануға қауқарлы және бұл үшін соңына дейін айқасатын құрамалар көп. Топ құрамалардың бірі жеңіске жетер. Біз де соңғы деміміз қалғанша күресеміз, бірақ бәріне де оңай болмайтыны анық. Тіпті біздің командамызға қиын болған кездерде де Лео допты тартып алып, алаңда барын салуын тоқтатпады. Қарсыластың жарты алаңында допқа сенімді түрде иелік етті. Оның жеңіске қаншалықты жігерленіп шыққаны анық байқалды. Футболда мұндай жанкештілікті жиі кездестіре бермейсің, бірақ та Лео өзін әрдайым осылай көрсетеді. Бұл жай ғана ғажап. Біз өте қуаныштымыз. Шыны керек, Месси туралы бұдан артық не айтуға болатынын өзім де білмеймін. Турнир фавориттерінің бірі Франция құрамасы да жеңісті жолын жалғастырып, Иракта 3-0 есебімен талқандады. Бұл матчта Килиан Мбаппе дубль жасап, кезекті рет қаһарман атанды. Мбаппе мен Месси арасында бомбардирлік жарыс әрі қарай жалғасып жатыр. Басты интрига мен қызық осында болып тұр. Әзірге Мессиде 18 гол болса, ал Мбаппенің еншісінде 16 гол бар. Мбаппе Месси мен бәсекелестігі жайында пікір білдірді. Егер де мен Мессидің не істеп жатқанына қадалар болсам, маған шексіз, үзіліссіз әрекет жасай беруге тура келетін еді. Сондықтан да мен бұл бәсекелестікке тырысып, оған ұмтылмаймын да. Мен тек өз құрамама көмектесуге тырысамын. Месси, Мбаппе, Холланд. Әзірге осы аталғандар бұл турнирде жасындай жарқырап, қолдарды топырлатып, бомбардирлік жарысқа бірден кірісіп кетті. Әзірге Криштиану да үнсіздік. Одан не күтесіздер? Пікірге өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы, келесі видеода кездескенше аман болайық.